құрметті қазақ елі. Бүгін сіздерге міне анашым әннің қайырмасын үйрететін боламын. Арнайы мына сызба арқылы, яғни сандар арқылы үйренетін боламыз. Мен сандарын айтып отырам. Сіздер домбыраны алып, осы видеоны қарап отырғанда домбыраны алып, менімен бірге тартып отырсаңыздар болады. Мына сандар арқылы өте оңай тәсіл, міне домбыра тартудың. Осы видеодан үйрене аласыздар, мән беріп қарасаңыздар. Қазір міне қалай тарту керек айтатын болам. Ешқандай қиындығы жоқ, тек сандарды басып, сосын саусақты дұрыс қойып басып отырсаңыздар болды. Міне ең бірінші 12-ші пернені басамыз. Міне мына жердегі 12-ші перне. 12, 14, 15 санаймыз. 1, 2, ерінбей санаймыз, өйткені жаңағы шатасып кетуі мүмкін адамдар. Мысалы, мына 4-ші пернені ұстаймын деп 3-ші пернені басуы мүмкін. Ал 3-ші пернені байқамай басып жіберсе, басқа музыка шығып кетеді, сосын әуен бұзылып кетеді. Сондықтан сандарды дәл тауып үйрену үшін бір ерінбей санаңыздар. 1, 2, мынау ең бірінші 0 болмайды, саналады міне. Мынау 1 болады. Міне көрініп тұр ғой. 1, сосын сызық бөліп өтеді. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-ші пернені басамыз да, міне бұлай шертіп тарсаңыздар болады. Міне төменге, үстін емес, үстін былай басып тұрасыздар да, тек қана астын тартасыздар. Асты деген мына 2 қыл бар ғой, мынау астыңғы қыл. Яғни астындағы қылды тартасыздар. 12-ші пернені жақсылап басасыздар. Бірінші, сосын міне саусақты жаймен деп төменге. Міне бір қағыс болып. Сосын 14-ші перне қасындағы. 13, 14, 12-ші береміз жоғарыға. Екеуін қосамыз. 12, 14, сосын 14-тің қасында 15-ті баса қоямыз. 3-ші саусақпен төменге. Төмен, жоғары, төмен болды. 12, 14, 15. Там. Қараңыздар, 3 қағыс болды. Сонда осындай әуен шықты. 12, 14, 15. Сөзімен бірге қосып айтайық, анашым деген сөз шығады. Міне буынға бөлеміз. А, на, шым. Сосын шалқып күлсен. 15, 14. Төменге, сосын жоғарыға болды, сосын 12 төменге, сосын қайттан 15 жоғарыға. Сонда барлығы алма кезек төменнен басталып отырады қағыстар. Міне шалқып күлсен 15, жалғастырайық. Шалқып 12 төмен, күл 15 жоғарыға, сен. Сонда бұлай болды, шалқып күлсен деген сөз шықты бізде. Басынан бастап тартайық. Анашым. Сосын мына жерде төменге аяқталды ғой, қайттан төменнен басталады қағыс. Шалқып күлсен. Осындай жақсы әуен шығады, барлығын бірлет қосып тартайық. Анашым. Қайттан 15, шалқып күлсен. Анашым шалқып күлсен деген міне әуен шықты. Міне бірінші жолды біз аяқтадық. Енді екінші жолды тартамыз. Екінші жол міне ұқсайды екінші жол бірінші жолға. Алдымда ұзақ жүрсен. Сандары 12, 14, 15. Бірінші алдымда. Қағыстары алма кезек төменнен басталады. Ал 12, 14, дым, 15, да. Сонда алдымда деген сөз шығады. Алдымда.
сосын 15, 14, 15. О, 15 дегенде о деп айтамыз, сосын 14-ке барғанда зақ деп айтамыз. Сонда ұзақ деген сөз шығады. Ұзақ. Сосын қайттан 15 төменге жүр, сосын 12-ші перне жоғарыға сен. Сонда ұзақ жүрсен. Алдымда ұзақ жүрсен деген екі сөз шығады. Міне қосайық енді. Алдымда ұзақ жүрсен. Алдымда ұзақ жүрсен. Барлығын қосқанда осындай тамаша әуен шығады. Сіздер видеоға қарап отырыңыздар, әуені қалай тартылады, музыкасын тыңдаңыздар осы анашым әнін. Сонда тез үйренесіздер. Мындай сандарын қағазға жазып алсаңыздар да болады. Қағазға қарап отырып, видеоны да қосымша қарап, солай үйрене аласыздар. Сонда былай болады. Бірінші жолдан бастап тартайық. Анашым шалқып күлсін, анашым, міне, анашым, міне, басы 12, 14, 15, 15, 14, 12, 15. Қағазға жазып алыңыздар сандарын, өйткені ұмытып қаласыздар тартып отқанда. Анашым шалқып күлсен, сосын алдымда ұзақ жүрсен. Тамаша әуен шығады осындай. Сосын ары қарай тартайық. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Сіздер былай жасасаңыздар болады. Сандарын былай көрсетейін. Осыны жазып алыңыздар, я болмаса скриншоттап алып, сосын дәптерге көшіріп алыңыздар. Ұстап тұрайын. Әйтпесе видеодан қайта-қайта қарағанда сандарын ұмытып қаласыздар. Көрінбей жатса айтып жіберіңіздер. Енді тартып көрсетейін. Үшінші жолға келдік, 7-тен бастайды. 7, 8, 10, 18, 7, 8. Жүрегім жыр толғайды, қағыстар алмай кезек. Сосын көңілім ортаймайды. Төменнен басталады, алмай кезек кете береді. 3 қағыстан кейін қағыз қайттан төменнен басталады. Анасы деп төменге аяқтадық, сосын қайттан төменнен басталады. Бар адамдар. Мына жерде жоғары болса келмей қалады қағаз. Анасы бар адамдар. Мына 5-тен кейін анасы төменге тарттық, қайттан төменнен бастаймыз қағаз. Бар адамдар ешқашан қартаймайды. Сандар арқылы қарап отырасыздар да осылай тартасыздар. Қайттан тартайын. Жүрегім төмен, қайттан төмен. 3 қағыстан кейін қайттан төменнен басталады. Жыр төмен, тол жоғары. Сосын ғай дегенде төмен, ай қайттан 8-ті. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ешқашан қартаймайды. Басынан бастап тартайық енді. Анашым шалқып күлсен, алдымда ұзақ жүрсен. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар
тартсаңыздар болады басында, сосын көп тарта берсеңіздер үйреніп кетесіздер ақсап музыкасымен тартуға. Енді міне қайырмасы түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбей жатсаңыздар қайтадан видео түсірем, комментарийге жазып жіберіңіздер, мына жері түсініксіз деп. Сандарын жаңа көрсеттім, сандары керек болса комментарийге жазып жіберіңіздер. Видеода сандарын көрсеттім, енді жазып алыңыздар, иә. Енді так. Енді ақ бантик әнін үйреніп көрейік. Ақ бантик. Қазір көрсетейін, тартып. Шәмші Қалдаяқовтың әні. Балауса қыз едім бір кезде, шашыма ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіне көз тастап ойланам. Міне сіздерге үйрену үшін керек тек сандар. Міне мына тәсілді біліп алсаңыздар, домбыра тарту сіздерге оңай болады. Міне қарап алыңыздар. Мына тәсілді біліп алсаңыздар өте оңай тәсіл. Міне домбыра тартуға арналған өте ыңғайлы. Балауса қыз едің бір кезде, шашына ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіне көз тастап ойланам деген. Сандары 0, 2, 3, 3, 2, 0, 0, 2, 0. Бұл жаңағы сандар негізі сатылады. Бірақ мен видеода міне тегін көрсетіп отырмын қазір. Негізі WhatsApp-қа жазсаңыздар сатылады. Арнайы фотосы. Міне осылай ерінбей жазып алыңыздар, немесе фотоға түсіріп. Осындай міне дәптерге жазып алсаңыздар әндердің барлығын. Күнде қарап отырып тарта бересіздер, сөйтіп көп тартқаннан кейін үйреніп кетесіздер. Екінші жол 5-7-8-8-7, 5-7-8-7, 5-7-8. Қарап алыңыздар, барлығы дайын тұр. Жай тартып көрсетейін тағы да. Главный сандары болса, мына видеодан тек қалай музыкасы қалай шығатынын қарасаңыздар болады. Қағаз арқылы біраз жақсылап түсініп алсаңыздар жаңағы әдісті, біраз жаңағы нені әндерді өзіңіз-ақ тарта бересіздер. Түсініп алсаңыздар. Тағы да көрсетейін енді. Балауса қыз едің бір кезде, қағыстар төмен, жоғары, төмен. Немесе бар ғой, қағыз қиын болса, міне былай тартсаңыздар да болады. Қағыз төмен, жоғары тартпай, қиын болса. Балауса қыз едің бір кезде, шашына ақ бантик байлаған. Енді тарта аламын десеңіздер қағыспен де болады. Міне төмен, қиындығы жоқ. Міне бүйтіп тек бүйтіп шертіп отырасыздар. Астын, үстін емес, тек астын ғана. Өйткені тек астынан басып жатыр, үстін баспаймыз. Мына үстін баспаймыз. Балауса
төмен үш қағыстан кейін бұда да жаңағы анашы мәні сияқты қайттан төменнен басталады. Қыз, сосын е дегенде жоғарыға е, төмендін, сосын так, төмен жоғары, төмен енді жоғарыға бір кезде, сосын шашына ақ бантик байлаған, қайттан бастайық. Балауса қыз едің бір кезде. Бұда былай екен қағыстары. Мысалы, үш қағыс төмен жоғары төмен. Сосын келесі үш қағысы басталса, тағы да сол қағыстар төмен жоғары төмен солай кесе береді. Үш қағыстан ғой. Балауса қыз едің бір кезде. Буынға бөлеміз сөздерді. Әр санға. Шашына ақ бантик байлаған. Сандарын жазып алыңыздар, жаңа көрсеттім. Сандарын жаңағы қарап отырып басып отырасыздар. Байлаған 7-8 байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіне көз тастап ойланам. Енді қайырмасы. Жетінші перне. Нұрлы бейнен 7, 12, 14, 15. Нұрлы бейнен 7, 12, 14, 15. Нұрлы бейнен 12 қандай жарқын, арманысың қандай жанын, шынарым-ай, сен мөлдірсің еркем. Сандарын жазып алыңыздар, бұл стоптардан көрінеді ғой. Көрінбесе айтып жіберіңіздер. Скриншоттап алыңыздар, немесе осылай тұрғанда паузаға қойып жазып алыңыздар. Қазір енді әрі қарай асықпай тартып көрсетейін. Қағыстар, енді қағыстарына түсінбей жатсаңыздар сұрап жіберсеңіздер болады. Енді бұл жерге қағыстарын жазған жоқпын, өйткені бұлай тартуға арналған. Алғашқы үйренушілерге жазылған, арнап. Бас бармақпен тек шертіп отыр. Бұлай тартқанда негізі қағыспен әдемі шығады. Қағыстарын түсінбей жатсаңыздар жазып жіберіңіздер. Так, әрі қарай тартайық. Сен мөлдірсің еркем. Сандарға тек барып отырасыздар. 8 міне. 8-ді басасыздар да сен деп айтасыздар. Сен, қайттан жоғарыға мөл деп айтасыздар. Сосын 13 перне дір, сосын 12 сін, сонда сен мөлдірсің деген сөз шығады. Сен мөлдірсің, сосын 7 еркем. Так, сосын тау бұлағындай дейді. Тау
Енді шамалы музыкамен тартып көрейік. Нұрлы бейнен қандай жарқын, арманысың қандай жаным, шынарым-ай сен өлерсің еркем болғандай. Үйренуге ыңғайлы. Сосын Қайрат Нұртастың аңсайды жаным өлеңі бар. Оны да көрсетіп жіберейін. Былай тартып көрейік. Тым жақын әрі тым алыс, әрі мұң әрі қуаныш, амалым басынан бастап. Аңсайды жаным деген өлең. Міне осындай. Міне достар, осымен сабағымызды тәмамдаймыз. Ал тыңдағандарыңыз болса көп рахмет. Комментарий жазып жіберіңіздер. Видео ұнаса комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Ал сау саламатта болыңыздар. Қандай әндер үйренгілеріңіз келеді, комментарийге жазыңыздар. Үйренген болсаңыздар, оны да комментарийге жазыңыздар. Ал баршаңызға сәттілік. Түсінбей жатсаңыздар, видеоны қайталап көре беріңіздер. Сол кезде түсінікті болады.